Алиханның көзінен арып беріпті. Мират. Korkma. Korkma. Ozan'dı dərgerге бар. Мен ойлама. Қалай ойламайым? Балам, алаңдамаңдар. Қайтып келем. Раша, мен де барамын. Мен де барамын. Нежат, полицейлер Миратты кетіп барады. Неге? Алиханға өлтірем деп сес көрсеткен үшін деп. Ой, деп дешт. Алиханға өлтірем деп сес көрсеткен үшін деп әкетіп барады. Мен дереу шығам. Өзім ие болам, алаңдама. Құдай үшін бір амалын тапшы. Мен бөлімшеге бара алмайым. Озанды дәрігерге апаруым керек. Құдай үшін тездетші. Көріскенше. Нежатқа хабарлап айттым. Қазір барады. Полицияға. Апа. Озанжан, не болды? Дауыстар естідім. Ештеңе болған жоқ. Жүре ғой, үстіңді ауыстырайық. Гүләткеге барамыз. Бармайым. Озанжан, тыңдап тұрмын. Жарайды. Әкең хабарласты. Ол да Гүләткеге бармақшы екен. Ұқтың ба? Жүре ғой енді. Тез барып киінейік. Ешқандай хабар жоқ. Жәмила тәте. Телефоны, әмияны бәрін үйге қалдырып кетті. Түн ішінде қайда кетуі мүмкін? Біреу ойыңа түссе, Құдай үшін тезірек айтшы. Жоқ, қызым. Фикрге ешкімдікіне қонбайды ғой. Ондай жақыны да жоқ. Тіпті біреудікіне барғанда не дейді? Масқара болады ғой. Апаң оңбай қателесті деген. Соншама жылымызды отқа жаққандай болды. Білем ғой, Жәмила тәте, мен де ашуландым. Әкем ажырасам деп отыр. Қалай болғанда да ол менің анам ғой. Қайырлы таң, балам. Қайырлы таң. Жарайды әке. Әкем үйге қайтып келер. Менің жұмысқа кеткенімді күтіп отырған шығар дейді. Бірақ жүрегім бір жамандықты сезеді. Олай демеші енді. Құдай бетін әр қылсын. Қазір неше түрлі болып жатыр ғой. Полицияға барсаң қайтеді, қызым. Айтпаңыз, Мехмет көке. Мен бірге полицияға барайын. Жарайды, жақсы. Дереу барайын. Көріскенше. Қош келдің, Нежат. Сәлем. Түсініктеме алмаған шығарсыздар. Мен Мират Явуздың адвокатымын. Әрине. Керек жоқ, Нежат. Не болған жасырмай айтып берем. Дегенмен де бір сөйлесіп алайық, Мират.
Алло, еші? Mustafa, tаңертең біраз ренжісіп қалдық қой. Уақытың болса біраз сөйлесек келеді. Бүгін сабақтарым көп еді. Қазір кездесе алмаспыз. Тіпті мүмкін емес. Кешке отырып сөйлесейік. Сабаққа кірейін деп тұрсың ба? Я сабаққа кірем. Сабаққа кірейін деп тұрсың ба? Я сабаққа кірем. Сау бол. Бұл жолды көресің, Мұстафа. Тұра тұр бәлем. Жоғарыда түсініктеме беріп жатыр ханым. Анда отыра тұрыңыз. Юза, қой енді. Әкең бір кездері мен үшін бәріне де дайын болатын. Әкең бір кездері мен үшін бәріне де дайын болатын. Атаңның жендеттері оны өлім шығып, сабабы ауруханаға түскен. Атаңның жендеттері оны өлім шығып, сабап ауруханаға түскен. Оны көтере алмаған атасы дүние салды. Өлімші ме, өлімше ме? Өлімші. Оны өлім шығып санап. Ойбай санап дейсіз, сабап. Оны өлім шығып сабап ауруханаға түскен. Оны көтере алмаған атасы дүние салды. Әкең сонда да менен айныған емес. Біздің түбімізге жеткен менің ақымақтығым, шарасыздығым. Бозға кінәлама. Әкең бір сүйсе, құлай сүй. Санаспа. Барын ортаға сал. Денизді сыйлай. Қызғанамын да. Өйткені қандай еркекке қол жеткізгенін жақсы білем ғой. Олай демейміз. Денизді кінәлаушы болма. Бұл жерде ешкімнің де кінәсі жоқ. Балаларды пайдаланып қалыңдығыма көрсетпеген қорлығы жоқ. Тіпті зорламақшы да болды. Бұдан артық не дейін? Мен оған қой деп ем. Аузына келгенін айтты, ақыры шыдай алмадым. Я мойнынан қылқындырып өлтірем деп айттым. Бірақ бұл жай ашумен айтылған сөз ғой. Анықтаманы көрсем бола ма? Қасқағым сәт. Тіпті қасымызда адам бар. Егер оны шынымен де өлтіргім келсе, басқалардың көзінше қылқындырмас едім ғой. Бізді айыру үшін бірден аз... Стоп. Тез кетіп қалды. Қайтан берсеш, қасқағым сәттен. Осыны берсал. Тіпті қасымызда адам бар. Қазір оны шынымен де өлтіргім келсе... Стоп. Тіпті қасымызда адам бар. Егер оны шынымен де өлтіргім келсе, басқалардың көзінше қылқындырмас едім ғой. Бізді айыру үшін бірден арамызға түсіреді ғой.
Қорғалушым оқиғаны түсіндіріп айтты. Бұл жерде арандатушының құйтырқы әрекетіне көрсетілген реакция туралы әңгіме болып отыр. Тұрғын, кейін сөйлессек қайтеді. Өтірік айтпа. Мұны ешкім 2 минутта істей алмайды. Өтірік. Мира, босатты ма? Иә, сендер неге келдіңдер? Жарайды енді. Құдай қуат берсін, Мират. Мен тағы бір сот отырысына үлгерім керек. Көріскенше. Көп рахмет, Нежат. Жарайды. Мен Денизге айтып қояйын, алаңдап жүрмесін. Жарайды. Фиген, мұнда не қып жүрсің? Апам кеше түнде әкеммен ұрысып, үйден шығып кеткен. Әлі хабар жоқ. Сосын осында келіп, тым болмаса іздеу салып көрейін деген. Істеген қылығынан ұялған шығар. Сәлден соң келіп қалар. Қайдам? Телефонымды алмай кетті. Бірдеңеге ұшырап қалды ма деп қорқып тұрмын. Көңілің тыныш болсын десең, арызыңды беріп қой. Бірдеңе қажет болып жатса өзіме хабарлас, жарай ма? Рахмет, Мират аға. Қане кеттік. Кешіріңіз, біреуге іздеу салмақшы едім. Неден бастау керек? Ана жерден сол жаққа бұрылсаңыз, комиссар Ахмет мырза отыр. Соған айтуыңызға болады. Рахмет. Әке. Менде әке. Неге